Мен Әуесхан Назарбек Ұлықбекұлы. 2014 жылы Қызылорда қазақтың лицейінің түлегімін. 2018 жылы СДУ-дің ақпараттық жүйелер мамандығын, яғни IT саласын бітірдім. Қазіргі таңда Алматы қаласында Каспий KZT, яғни Каспий банкте senior data miner болып жұмыс жасаймын. Мұнда қызмет жасап жатқаныма 3 жыл болды. Қазір карантинге байланысты қашықтықтан жұмыс істеп жатырмыз. Біз командамызбен клиенттердің қолайлылығы үшін және де ең маңыздысы олардың есеп шоттарының қауіпсіздігі үшін Каспий банкоматтарына және Каспий KZ мобильді қосымшасына фотоверификация сервисін жасадық. Бұл дегеніміз сервис распознавания лица. Machine learning, data science салалары өте қарқынды дамып келе жатқан салалар. Ақпарат бұл қазіргі заманның мұнайы дейді ғой. Бет әлпет суретін ала отырып, одан өте үлкен ауқымдағы ақпараттарды саралап, шешім қабылдай алатын алгоритмдер және модельдер жасаймыз. Бұл саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. Себебі орасан зор мүмкіндіктерді береді. Мен бұл жолға келер алдында универде жүргенде веб-разработка, мобильный разработка секілді салаларды да аз-аздан таңдап көрдім. Бірақ мені тартпаған секілді болды, өзіме ұнамады. Солай 3-ші курста machine learning деген сабақ болды. Бұл не екен деп іздестіріп қарадым. Қызығушылығым арта түсіп, сол сабақта 2 семестр қатарынан таңдап оқыдым. Содан 3-ші курс аяғында универге түрлі компаниялар өз презентацияларын жасауға келген болатын. Ал мен дәл сол кезде жазғы практика өтетін жер іздеп жүрдім. Каспий стендін көріп, резюмемді сонда қалдырдым. Кешкісін HR қабылдау тапсырмасын жіберді. 5 күн ішінде сол берілген тапсырманы орындап, солардың почтасына жіберген болатын. Соның нәтижесінде мені өздеріне кездесуге шақырды. 3 этап собеседование болған түгін. Оңай болмады, біраз қобалжумен өткіздім. Содан мен жай практика үшін осыншама кездесу не үшін жасап жүрген деп ойлап жүргенімде, мені толық жұмыс күніне шақырды. Бастапқыда өте қиын болды. Бір жағынан 4-ші курс оқитын студентпін, ал екінші жағынан толық жұмыс жасап жатқан аналитик болдым. Алматыдан Қаскелеңде универге аптасына 2 рет қатынап оқып жүрдім. Оның үстіне дипломдық жұмыс жазып жүрген едім. Екі жаққа да бірдей үлгермей қатты қиналған болатын. Бірақ жұмыста қиын сәттерде көмектесетін, жөн сілтейтін адамдар болды. Соларға алғысым шексіз. Өзімді қолға алып, универді қызыл дипломмен аяқтадым. Және де жұмысымда да өте көп тәжірибе жинап үлгердім. Біздің сала өте қарқынды дамып келе жатқан сала болғаннан кейін, үнемі өз біліміңді жетілдіруді талап етеді. Соның арқасында заман талабынан қалыспай алға ұмтылып отыруға мүмкіндіктер ашады. Болашақта шетелде біліктілігімді арттырып, тәжірибе жинап, тың жаңа жобалармен айналыссам деймін. Кейде болады, еш нәрсемен айналысқың келмей, жай ғана Netflix қарап жатқың келетін кездер болады. Бірақ салауатты өмір салтын ұстанудың маңызын түсіне отырып, аптасына 2-3 рет таза ауада жүгіруді дағдыға айналдырдым. Және өз басым жаңа нәрселерді үйренгенді ұнатам. Ағылшын тілін одан әрі жетілдіріп, қазір француз тілін үйреніп жатырмын бос уақытымда. Және кейде бос уақыт болған жағдайда музыкалық білімім жоқ болса да, үйде YouTube'те видео уроктар қарап, пианино ойнағанды ұнатамын. Лицей маған өмірлік бауырлар берді десем болады. Жауапкершіліктің маңыздылығын үйретті. Жан-жағындағыларға, қоршаған ортаңа қамқор болуды үйретті.